Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа сақталынатын құлпынайдан варенье дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдыменен құлпынайларымыздың бәрін жақсылап мұздай суменен жуып аламыз да, сосын түбіндегі көк шөптерінен тазалап аламыз. Менде 20 килограмм құлпынай, 20 килограмм құлпынайға мен 20 килограмм шекер қосатын боламын. Шекерімізді сол бірге бір қосатын боламыз. 1 килограмм құлпынайға 1 килограмм шекер. Осылай қабат-қабат етіп, арасына шекерлерімізді салып, бір түнге қалдырып қоямын. Шекеріміздің құлпынаймен екеуі жақсылап араластырып, құлпынай өзінен суығын шығарғанша бір күнге қалдырып қоямыз. Құлпынайға су немесе құлпынайды блендермен езудің қажеті жоқ. Құлпынай өзінен осындай көп мөлшерде сұйықтық шығарып, өзінің соғы шығады, және шекері осылай бір-біріменен араласып, шекердің өзі осылай еритін болады. Енді бір күнге қалдырылған құлпынайымызды аламыз да орташа отқа қойып қайнататын боламыз. Құлпынайды көп қайнатуға болмайды. Бір рет қайнап шыққаннан соң бетіндегі осындай көбіктерін алып тастаймыз да, 10-15 минут қайнағаннан соң отты өшіріп, құлпынайымызды қайтадан суытамыз. Бірнеше сағаттардан соң құлпынайымыз суығаннан соң газге қойып, қайтадан отқа қойып, орташа отқа қоямыз да, енді екінші рет құлпынайымызды қайнатып алатын боламыз. Құлпынайды екінші рет қайнатқан кезде банкамыз да дайын тұру керек. Таза жуылған банкаларымызды су моншасына қойып, өстіп залалсыздандырып аламыз, және де крышкаларды да осындай қайнап тұрған суға құйып 15-10 минутқа қалдырып қоямыз. Одан соң банкаларға құлпынайды салып толтырамыз, және де крышкаларменен жауып қоямыз. Біз бірнеше крышкалардан қолдандық. Біріншісі осындай желім крышка, оны бірінші банканы толтырып, сосын қолымызбенен қысып, ішіндегі артық ауаларын шығарып тастасақ жеткілікті. Екіншісі осындай бұралатын темір крышка, оны да қолымызбенен 1-2 рет қатты қысып жапсақ жеткілікті. Одан соң банканы жабатын үшінші жолы, ол біздің осындай банканы айлантыратын затымызбенен крышканы кішкене қысыңқырап 20 реттей осылай айлантырсақ, банкамыз жақсы жабылады. Барлық банкаларымызды енді банкамызды төменге қаратып осылай қойып шығамыз да, бетін қалың көрпелерменен жауып тастаймыз. Банкаларымыз суығанға дейін осылай ыстық жерде бір күнде сақтайтын боламыз. Осымен біздің вареньеміз дайын болды. Видео сіздерге ұнаса, лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.